ұсынылып отырылған видеода Шығыс Қазақстан сәулет этнографиялық және табиғи ландшафттық музей қорығының қорларында сақталған сандықтар көрсетіледі. Ағаш өңдеу өнері қазақтардың сәндік қолданбалы шығармашылығының ең көне түрлерінің бірі және құнды халық мұрасы болып табылады. Жаңа қоныстарға көшу, киіз үйді басқа орындарға ауыстыру кезінде әртүрлі мөлшердегі ағаш қорап түріндегі сандықтарды қолданған. Олар көшпенділер отбасында таптырмайтын дүние болып есептелген. Киіз үйдің интерьерінде олар құрметті төрдің оң және сол жағындағы қабырғалар бойымен орналасады. Ерекше көркем болып безендіріледі. Қазақ халқы сандықтарды жасау үшін әдетте ағаштың қарағай, талқайын, шырша сияқты түрлерін пайдаланған. Олардың барлығы тік бұрышты пішінді, бет қақпақтары металл ілмекті немесе былғары белдіктермен әсемделген. Барлығы дерлік сандықта ілініп тұратын немесе ішкі құлыптарға арналған құлыптау құрылғылары болған. Сандықтарды көбінесе ою-өрнек техникасымен безендіреді. Ою-өрнектерден басқа суреттермен де безендіретін болған. Біздің музей қорығымызда 1968 жыл мен 2018 жылдың аралығында түрлі іс-сапарлар, экспедициялар, ұжымдық жұмыстардың нәтижесінде және де өнер шеберханасындағы жинақтар барысында пайда болған қазақ халқына тиесілі 58 сандықтың түрі бар. Назарларыңызға рахмет.